Сәлем достар, бүгін біздер Java программаластыру тілінде API калькулятор жаратуды көріп шығамыз. Ең дәстілеп біздерге NetBeans ID орталығы керек болады. Егер бұл программа жоқ болса, төмендегі сілтеме арқылы жүктеп алуыңыз мүмкін. Демек, басладық. Ең дәстілеп NetBeans ID-ға кіреміз. Таза проект жаратып аламыз. Java деп сайлаймыз, һәм кейінгі түймесін басамыз. Һәм проектімізге ат береміз, тайын түймесін басамыз. Проектімізді жаратып аламыз. Енді проект бөлімінде кіріп, шыққан жағын оң жағын басып, форма JFrame сайлаймыз, һәм ат береміз. Таза JFrame жаратып аламыз. Енді JFrame характеристикасына кіреміз, һәм ол жерде title бөлімінде JFrame-ға ат қоямыз. Калькулятор деп жазамыз. Һәм типін өзгертеміз. Location бөлімінде ұзынлығы һәм белгілеріне сан маңыз беріп аламыз. Һәм калькулятор формасына келтіруіміз керек болады. Shift F6 түймелерін бірге басқан халда проектіміздің көрінісін көрсек болады. Ендігі нәубет калькуляторымыз экраны сипатында қызмет қылатуын текст майданын палитра бөлімінен сайлап аламыз. Һәм ол жерде жазылатын шрифт характеристикаларын өз қалеміміз бойынша белгілеп алсақ болады. Калькуляторымызды қосу һәм жағу үшін біздерге екі түйме керек болады. Оның үшін палитра бөлімінен радио баттын сайлап аламыз, һәм оларға on һәм off деп ат береміз. Калькуляторда бір мәрте өшіру үшін керек болатын түймеге API баттынан пайдаланамыз. Оның шрифтінің характеристикаларын кірітіп аламыз. Енді біздерге ломалық өшіруші, яғни экранды толық тазалаушы түйме керек болады. Оның үшін біздер API баттынан пайдаланамыз, һәм одағы шрифтің характеристикаларын кірітіп аламыз. Енді біздерге 0-ден 9-ға шекемгі цифрлар һәм математикалық әмелер керек болады. Бұның үшін біздер API баттынлардан пайдаланамыз. Біздер бір баттынды алған халда оны Ctrl-S һәм Ctrl-V түймелері арқылы нұсқалап аламыз. Себебі калькуляторымыздың дизайны сұлулау шығуы үшін баттынлардың формасы ләжі барынша бірдей болу керек. Жайғастырып алған түймелерімізге 0-ден басылып 9-ға шекемгі цифрлардың һәм әмелердің көріністерін жазып шығамыз. Калькуляторымызды нәтижесін көрсек, бұл жерде on һәм off түймелері бірге басылып тұрды. Бұны тек қана бір жағдайда бір түйме басылған халға келтіруіміз керек болады. Бұның үшін off түймесі жанынан барып характеристикасына кіреміз, һәм button group-тан button group 1-ді белгілейміз. Нәтижесі міне тек қана on түймесі басылады, яки тек қана off түймесі басылады. Ендігі нәубет санлар басылғанда экранда сан мәнсілер шығуы үшін баттынлардың код тәріпіне өтеміз. Detextfield 1.setText қосырманың ішіне 1 деп жазамыз, һәм санларды осы тәртіпте кірітіп шығамыз. Программамызды ранға жіберген уақытта осындай көрініс пайда болды. Яғни, бір кнопкасы басылғанда 1, ал екі кнопкасы басылғанда 1 өшіп кетіп, 2 жазылды. Бұны енді біздер 1 һәм 2-ні экранда өшіп кетпеген халда жазуды пайда етуіміз керек.
Енді экранымызда ломалық тазалаушы, яғни саналарды лома өшіруші түймені кіртеміз. Калькуляторымызда өшіруші һәм жағушы on һәм off түймелері бар еді. Енді off түймесі басылған уақытта басқа барлық түймелер басылмай қалатын жағдайға келуі үшін біздер таза бір өшіру деген метод жаратып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай off түймесі істеді. Енді біздер on түймесі басылған уақытта барлық кнопкалар көрінуі, яғни басылған жағдайға келуі үшін және бір таза метод жаратып аламыз. Бұл жерде өшіру методы істеген кезінде on түймесі де басылмай қалып жатыр. Енді бұл жерге өшіру түймесі басылған уақытта да on түймесі да көрінетін, яғни басылатын халда тұру үшін код жазамыз. Нәтижені көретұғын болсақ, біздерде on һәм off түймелері істеп тұрыпты.
Hazır bir marta артқа qaytaruvchi tüymeni ko'rib chiqamiz. Buning uchun uzunlik deb o'zgaruvchi kiritib olamiz. Ham oған ekrandagi ma'lumotlarning uzunligini ma'nosini beramiz. Және san deb o'zgaruvchi kiritib olamiz. Bu yerda uzunlik ham san o'zgaruvchilari butun san tipidagi o'zgaruvchilar bo'lib topiladi. Al lens bo'lsa string o'zgaruvchining uzunligini qaytaradi. Endigi navbat shart kiritamiz. Bunda if ga uzunlik 0 dan ulkan bo'lsa deymiz. Bu yerda string builder bu string builder yaratadi. Artqa string builder obyekti bo'lib topiladi. Taza jinoq adli string o'zgaruvchi kiritamiz. gtextfield.getText bu yerda maydan jinoq ma'nosini string builderning artqa obyektini kiritadi. Al back.delete charat bo'lsa, bu metod yolg'iz aniq bir belgilangan o'rindan bir a'zoni o'chirib tashlaydi. Storing back to string bo'lsa, artqa obyektning ma'nosini stringga aylantiradi. Sebebi bu yerda text field, ya'ni maydanchamiz teqqana string ma'nosini qaytaradi. Bizlarga yana bir label kerak bo'ladi. Uning atqaradigan жұмысы ekranda dastlabki yozilgan ma'nolarni o'zini saqlab qoladi. Bunda toza kirituvchi, ya'ni toza ma'nos kiritilganda labelda burungi saqlangan ma'nolar ko'rinib turadi.
Енді біздер калькуляторымызға математикалық әмерлерді кірітіп аламыз. Енді алу, бөлу һәм көбейту әмерлерінде осы плюс әмерін кіріткеніміз сияқты төмендегіше кодларды жазып шығамыз. Барлық ізбе-ізліктерді өз орнында істедік һәм керекті болған барлық функцияларды калькуляторымызға қостық. Көріп тұрғаныңыздай, калькуляторымызда барлық функциялар өз орнында істеп тұрыпты. Демек, сіздерменен бірге Java программаластыру тілінде ең апайы калькуляторды көріп шықтық. Біз ойлаймыз, бұл видео сізге жүдә пайдалы болды.